Саламатсыздар ма оқушылар? Сіздерді бүгінгі онлайн сабағымда көргеніме өте қуаныштымын. Менің аты жөнім Ақмырза Саулехан Байсалбайқызы, номері 36-шы Қазақ орта мектебінің жаратылыстану биология пәні мұғалімі. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттардың пайда болуы мен оларға қол жеткізу. Оқу мақсаты Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өңдеудің ірі орталықтарын атау және көрсету. Қазақстан Республикасы аумағы жөнінен дүние жүзі бойынша 9-шы орында. Еліміздің аумағының үлкендігімен ғана емес, мол табиғи ресурстармен де белгілі. Қазақстанда Менделеев кестесіндегі химиялық элементтердің барлығы кездеседі дегенді естіген шығарсыздар. Бұл шынымен де солай. Біздің елімізде пайдалы қазбаларға өте бай. Менделеев кестесіндегі 118 элементтің 99-ы еліміздің жер қойнауынан табылған. Қазақстанды дүние жүзі бойынша мұнай өндіретін ірі елдердің қатарына қосатын мұнай және газдың мол қоры еліміздің батыс аймақтарында шоғырланған. Қазақстанда өндірілетін қара және түсті металлургия Жапония, Оңтүстік Корея, Америка құрама штаттары, Ресей, Канада, Қытай сияқты елдерге экспортқа шығарылады. Еліміздің аймақтарында қандай пайдалы қазбалар өндірілетінін қарастырайық. Көмір еліміздегі отынның негізгі түрі. Тас көмірдің көпшілік кен орындары Қарағанды, Павлодар және Қостанай облыстарында шоғырланған. Еліміздің солтүстік шығысында орналасқан Қарағанды және Екібастұз көмір алқаптарының маңызы ерекше. Республикамызда тас және қоңыр көмірдің 10 алабы 300-ден кен орны барланған. Республикамызда жыл сайын 100 миллион тонна көмір өндіріледі. Кенді пайдалы қазбалар елімізде темір, хром, марганец, никель, полиметалл, алтын, мыс, сирек кездесетін металдар кен орындарына өте бай. Қазақстан аумағында пайдалы қазба кендерінің барлық генетикалық типтері кездеседі. Тоқтала кетсек, қара металдардан темір, марганец және хром. Темір кенінің қоры жөнінен Азия елдерінің ішінде Қазақстан Қытай Халық Республикасынан кейінгі екінші, дүние жүзінде 8-ші орын алады. ТМД бойынша Ресей мен Украинадан кейінгі 3-ші орынды алады. Темір кен орындары Соколов-Сарыбай, Қашар, Лисаков және Аят. Қарағандыда Кентөбе мен Қаратас, солтүстік Қазақстанда Атансор. Хром қоры жөнінен Қазақстан ТМД-да 1-ші орынды алады, яғни 97%-ын құрайды. Хромның ірі кен орны Ақтөбе облысындағы Хромтау. Сирек металдардан ванадий, никель, кобальт, вольфрам, молибден, қалайы, висмут, сурма, мышьяк, снап. Сирек кездесетін металдардың ішінде Қазақстан аумағында кең тарағаны молибден мен вольфрам кен орындары. Олардың барлығы орталық Қазақстанда шоғырланған. Қараоба, Ақшатау, жоғарғы Қайрақты. Түсті металдардан мыс, қорғасын, мырыш, алюминий, магний. Алюминий алатын ең басты кен боксит болып табылады. Бокситтің қоры жөнінен Қазақстан дүние жүзінде 21-ші, ТМД-да Ресейден кейінгі 2-ші орын алады. Ірі кен орны Торғай қаласындағы Краснооктябрь кен орны. Мыстың қоры жөнінен республикамыз дүние жүзінде 5-ші орын алады. Ірі мыс кен орындары орталық және шығыс Қазақстандағы Жезқазған, Қоңырат, Бозшакөл, Николаев және тағы басқалары. Құрамында қорғасын мен мырыш элементтер бар кен полиметалл деп аталады.
Қазақстан қорғасын қоры жөнінен екінші, мырыштан үшінші орын алады. Ірі полиметалл кен орындары орталық Қазақстанда Жәйрем, шығыс Қазақстанда Зырян, Риддер, Сокол, Белоусов, Жаскент, Орлов, оңтүстік Қазақстанда Шалқия, Мырғалымсай, Ащысай, тағы басқалары. Асыл металдардан алтын мен платина. Қазақстан алтын өндіру жөнінен ТМД-да Ресей, Өзбекстан, Қырғызстаннан кейінгі 4-ші орын алады. Алтынның ірі кен орындары солтүстік Қазақстанда Васильков, Қалба тауында Бақышық, оңтүстік Қазақстандағы Ақбақай, батыс Қазақстандағы Юбилейная кен орындары. Радиоактивті металдардан радий, торий, уран. Дүние жүзінде уран қорының 19% Қазақстанда орналасқан. Мұнай. Қазақстан аумағында әлемдік мұнай қорының 4% шоғырланған. Оның ішінде дүние жүзіне белгілі еліміздің батысында орналасқан ең ірі Қашаған кен орны бар. Қашаған соңғы жылдары дүние жүзінде ашылған мұнайдың үлкен кен орны және ең қымбаты болып табылады. Қазақстан мұнай қорынан дүние жүзінде 10-шы орында. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Қазақстанның өндірістік картасында көрсетілген ірі орталықтарды анықтап, берілген кескін картаға ірі орталықтарды белгілейсіздер.